Сәлеметсіздер ме? Мен Жаннұр Жолдысхан, ағылшын тілінің мұғалімі. Ағылшын тілін үйрену қазіргі заманның талабы. Оның үстіне тілді жетік меңгерген болсаңыз, алдыңызда мүмкіндіктер есігі ашылары сөзсіз. Ағылшын тілінде еркін сөйлеуге менің Жаннұр English YouTube каналым көмектесетін болады. Арнаның басты мақсаты сіздерге ағылшын тілін қазақ тілінде үйрету және сөйлету. Мектепте оқыған кезімізде тек мәтінді оқу, жаттығуларды жасау және оларды аударуға ғана көңіл бөлетінбіз. Бірақ тілді үйренудің екі үлкен маңызды тұсы назардан тыс қалатын. Олар не дейсіздер ғой? Олар әрине тыңдау және сөйлеу. Жалпы назарларыңызға тіл үйрену кезінде көңіл бөлу керек 4 маңызды нәрсені атап өтейін. Олар жазу, оқу, тыңдау және сөйлеу. Бұлар өзара тығыз байланысты. Егер сіз аталып өткендердің үшеуін ғана қолданып, біреуін тастап кететін болсаңыз, бұл сіздің тілді толыққанды үйреніп шығуыңызға кедергі жасайтын болады. Ал енді бұларды жеке-жеке қарастырып алайық. Бірінші, жазу. Сіз тілді үйреніп бастаған кезде барлығын қағаз бетіне түсіріп отырыңыз. Компьютер мен телефонға жазғаннан гөрі қағазға жазар болсаңыз, есіңізде анағұрлым жақсы сақталынатын болады. Сөзді, сөз тіркесін және сөйлемдерді жазу барысында бірнеше рет даусыңызды шығарып, қайталап отырыңыз. Сөзді дұрыс айта алмай жатсаңыз, оған қамықпаңыз. Сіз тіліңіз енді шығып келе жатқанда барлық сөзді бірден керемет айтып кеткен жоқсыз ғой. Сонымен жазу, оқып үйренгенімізді есте сақтаудың таптырмас құралы. Екінші, оқу. Оқу сіздің сөйлеуге деген алғашқы қадамыңыз. Оқу арқылы сіз сөздерді, сөз тіркестерді және сөйлемдердің құрылымын үйренетін боласыз. Жалпы сіз алатын білімнің барлығы кітапта, ғаламтор желісінде берілген мақала мен мәтіндерде. Оларды даусыңызды шығарып, барынша жиі оқуға тырысыңыз. Күніне 2 рет 15 минуттан. Егер бұдан да көбірек, жиірек оқуға мүмкіндігіңіз болып жатса, өзіңізге жақсы. Ағылшын тілінде сөздердің топтарына байланысты олардың оқу ережелері болғанмен, кейбір сөздер ол ережелерге бағынбай өз бетінше оқылады. Осындай жағдайда тыңдау сізге көмекке келеді. Өзіңіздің деңгейіңізге сай аудио жазбаларды тыңдаңыз. Бұл сөздерді дұрыс айтуға және оларды есте сақтап қалуға көмектеседі. Жазылу мен айтылуы бірге берілген бейне жазбалардың сілтемесін төменде қалдыратын боламын. Бейне жазбаны көру барысында тоқтатып, артынан міндетті түрде даусыңызды шығарып қайталап отырыңыз. Ал тыңдауға көп уақыт таппай жатсаңыз, онда жұмысқа, сабаққа кетіп бара жатқан жолда тыңдаңыз. Музыка тыңдап, қиялға берілгеннің орнына алтын уақытыңызды өзіңізге пайдалы іске жұмсаңыз. Осы арада айта кететін жайт, тыңдаған аудио жазбаны түсінбей жатсаңыз, оған қамықпаңыз. Тыңдауды жалғастыра беріңіз. Уақыт өте келе үйренген сөздеріңізді құлағыңыз шала бастайтын болады. Бірнеше аптадан кейін сіз оқып үйренбеген, бірақ тыңдау арқылы жаттап қалған сөздерді өзіңізден өзіңіз айтып жүретін боласыз. Аудионы жиірек тыңдайтын болсаңыз, басқа уақытта миыңызда ағылшынша сөйлеген адамдардың дауысы қайталанып тұратын болады. Тіпті дәл қазір ағылшынша сайрап кететіндей сезімде боласыз. Ал енді тіл үйренудің қорытындысы ол әрине сөйлеу. Бағанағы жазғаныңыз, оқығаныңыз, тыңдағаныңыздың барлығы қосылып, сіздің сөйлеуіңізге жұмыс жасауы қажет. Сөйлеуге келгенде кіммен сөйлесемін деген сұрақ туындауы мүмкін. Жауабы әрине шетелдіктермен. Сіз сияқты ағылшын тілін үйреніп жүрген шетел азаматы немесе азаматшасымен сөйлесер болсаңыз, өзіңізге жақсы. Себебі ол кісінің ағылшын деңгейі сізбен бірдей болуы мүмкін, және сіз ол кісіден қысылмайтын боласыз. Тағы бір айта кететін жайт, ол кісі қазақша түсінбейді. Ал сіз ол кісінің ана тілін түсінбейсіз. Сіздер үшін ортақ тіл ағылшын тілі болғандықтан, ағылшын тілінде сөйлеуге қажеттілік туады. Төменге дәл осындай тіл үйрену бойынша шетелдіктерді бір-бірімен байланыстыратын қосымшалардың аттарын түртіп кететін боламын. Шетелдіктермен сөйлесу кезінде сіздің құтқарушыңыз Google аудармашы болады. Ол қосымшаны міндетті түрде телефоныңызға жүктеп алыңыз. Алғашында сіз тек қана Google аудармашымен ғана сөйлесуіңіз мүмкін, бірақ уақыт өте келе сіз оның көмегінсіз қарым-қатынас жасай алатын деңгейге жететін боласыз. Ал егер сіз бұндай қадамға, яғни шетелдіктермен сөйлесуге әлі дайын емес болсаңыз, онда өз бетіңізбен сөйлесіңіз. Өзіңіз жалғыз қалған әр сәтте өзіңізге сұрақ қойып, жауап беріп отырыңыз. Құдды өзіңізді бір сұхбат беріп отырмын деп ойлаңыз. Сонымен қорытындылайтын болсақ, тіл үйренудің ең маңызды 4 түсі олар: жазу, оқу, тыңдау және сөйлеу.
Тіл үйренуде ең бастысы тілге деген махаббат және еркін сөйлеп кетуге деген құштарлық. Маңыздысы жалқауланбаңыз. Барлық бос уақытыңызды ағылшын тілін үйренуге жұмсаңыз. Тіліңіздің тезірек шығуы өзіңізге байланысты. Ағылшын тілі әлем тілі. Алдыңыздан мүмкіндіктер туып, өміріңізді жақсы жаққа өзгертуге әрекет жасаңыз. Сізге осы сапарда сәттілік тілеймін. Айтпақшы, менің каналыма жазылыңыздар. Астына пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Егер ұнап жатса, лайкты баса салыңыздар. Және де алдағы уақытта көптеген бейне сабақтар шығатын болады. Егер соларды өткізіп алғыларыңыз келмейтін болса, онда жазылғаннан кейін жанында қоңырау тұрады, соны тырың деп баса салсаңыз, мен жаңа бейне сабақ шығарған сайын сізге хабарлама келіп тұратын болады. Жанрдан сабақ. Жақсы, сау болыңыздар.